Қырғызстан мен Арменияның кеден одағына кіруге арналған жол картасының жұмысы аяқталды. Ертең бұл мәселе Мәскеуде Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеті басшыларының қатысуымен өтетін жоғары кеңесте қаралатын болады, деді Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің төрағасы, Қазақстан үкіметі басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев. Сондай-ақ бірінші вице-премьер кеңестің 2013 жылы атқарған жұмыс қорытындысында жариялады. Қазақ елінің төрағалығымен өткен бір жылда Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесі кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістіктің құқықтық шарттық саласын дамытуға арналған 300-ден астам құжатты қабылдаған. Атқарылған жұмыстардың барлығы Еуразиялық ықпалдастықтың үдерісіне оң әсер етеді, деді Бақытжан Сағынтаев. Биылғы жылы осы Еуразиялық экономикалық кеңестің жалпы өзінің 80-нен астам отырысы болып өтті. Осы 80-нен астам отырыстың ішінде көптеген осы бірыңғай кедендік одақ пен бірыңғай экономикалық кеңістіктің әлеуетін ары қарай дамытуға арналған және соны дамытуға бағытталған іс жоспарлардың бәрінің шешімдері қабылданған болатын. Осы іс жоспарлардың шеңберінде қазіргі күнде негізгі жұмыстың бәрі алға қарай өзінің қадамын жасап жатыр.